Қымбатты достар, бүгін бізде қонақта журналист, блогер Ардақ Байғабыл. Қош көрдік. Қалыңыз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір, рахмет. Бүгінгі біздің енді бағынан бері қарап отырсыз. Инстаграмнан тікелей эфир ме сонда? Иә, Біз тікелей эфирде отырмыз. Енді бүгінгі біздің тақырып азаматтық неке туралы. Азаматтық неке туралы енді кішігірім өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді айтсаңыз, енді өзіңіз көріп тұрғаныңыздай барлық жерде бізде тікелей эфир. Жан жақта ғой, артта, алда, бәрі. Бағана байқап отырмын, жарты сағат бұрын ертерек келдім. Сіздердің сөздеріңізге тыңдап отырдым. Шерханмен келіспеймін. Осыдан бастап. Уайымдап қалдық қой. Жалпы азаматтық неке деген, ол біздің дәстүрімізге де, дінімізге де, жан жағынан қалай қазақылыққа егерде салатын болсақ, біз енді қазақпыз, осымен ерекшеміз ғой, басқалықтан. Бұл бізге жат нәрсе. Неге? Өйткені біз өзіміз, мысалы, Хадия қайырымдылық қоры бар өзімізде. Соны көп балалы отбасыларға көмектескен кезде көп жалғыз басты аналар бар. Сонда 4 баласы, 5 баласы бар. Енді өкінішке орай, ол енді әйелге де байланысты, еркекке де байланысты ғой, ешкімді бөліп жара алмайсың. Сол кезде 5 баласы да 5 түрлі әкеден. Сол қатты қынжылтады. Осының бәрі азаматтық некенің себебінен. Одан кейін туу туралы көлік қарайсың ғой. Әр баланы берші, көрейін деп қараған кезде барлық бала анасының атында. Бір әкесінің аты жоқ. Соны неге әкесінің атын бермегенсің? Өйткені азаматтық неке бір, екіншіден неке қиылмаған. Тіпті хотя бы сендерде бір мешітке барып неке қиған куәліктерің бар ма? Мешітте береді негізі. Ондай да жоқ. Сонда бұл енді әйелдің де білімсіздігі, дұрыс еместігі, нәпсіге берілгендігі, екіншіден еркектердің жауапкершілігі жоқтығы. Осының себебінен қарашы, енді бір отбасы, оның бәрі үшін тастап кетеді ғой балаларға. Не алиментке бере алмайды. Біреулер айтуы мүмкін, ДНК-ға неге бермейсің? Мысалы, 20-30 мың теңге айына тауып жүрген адам пособиеде алмауы мүмкін. Ол қайдағы ДНК, мысалы, қарасаң. ДНК-ның өзі пәленбай сомпайды ма қазір? Әрине, ол қымбат нәрсе. Сол себепті тіпті даже әр баланың әкесінің идентификация дейді ғой, табу нереально қиын. И олармен, мысалы, қалай айналысасың, қиын. Ол даже мемлекеттің өзі араласам десе де араласа алмайды. Мәселе сода. Ол менің балам емес дей салады, болды әкесі. Мәселе сода. Мен азаматтық некенің зардабы осы да. Хотя бы ең аз деген кезде мешітке барып неке қисыншы. Жарайды. Мәселе қалай, мысалы? Қалай айтсақ, мысалы, менің қарындасым, Алла сақтасын ондай нәрсеге түсуін. Бірақ мен өзімді қоямын ондай мәселеде. Егер де ол біреуге некеге тұрған кезде, мен қарындасым, сен тұрмысқа шығып жатсың ба? Кіммен тұрып жатсың өзің? Мен жағдайын сұрауым керек та. Әкесі ма, ағасы ма, інісі ма, білмеймін енді, баласы үлкен болып кетті ма? Сол барып, қарындасым, сен кіммен тұрып жатсың деген сияқты. Хотя бұл күйеу баланың түрін көріп, түр әлпетін, қайдан келген, кім деген сияқты. Ертең бір нәрсе болып қалған кезде, оны тауып алатын, Шерхан берге. Сен мен қарындасыммен тұрдың. Осындай, мына балаң бар. Енді сен кетіп қалдың. Жауапкершілікті мойныңа ал деп, Осындай нәрсе. Ол біріншіден әрине еркектің мойнында барлығы. Екіншіден сол азаматтық некеге бел буған қарындасымыздың кінәсі бар. Мәселе сода. Егер де осының бәрін сақтаса, әрине ондай болмайды. Мен сіздің қарындасыңызды танымаймын. Негізі қолдай, бірақ сізді қарындасыңыз танымаймын. Азаматтық некені қолдап, жауапкершіліктен қашып отыр. Бір емес екі әйел аламын да, бала шағамыз болады деп айтып отыр да, аға. Қанша әйел алсаң да өзің білесің, бірақ оның жауапкершілік мәселесі ода. Жауапкершіліктен қашып отыр ғой жастарға. Мен сұрақ қойын, Шерхан. Сенде қызың бар ма? Жалпы туған өзіңнің қызың бар. Біреумен қызыңның, туған қызыңның, мына өзіңнің белінен шыққан, әйеліңнің құрсағынан шыққан қызыңды азаматтық некеде болашақта болған қалайсың ба? 100% білем қаламайсың. Кез келген намысы бар еркек қаламайды оны. Мен қаламаймын. Сол себепті біз қазақ ретінде көптеген ата-бабаларымыз өмірбайын оқыған кезде әр адам өзін біреудің орнына қою керек. Егер де ол ер адам ақылымен, былай айтқан кезде достығы бар болатын болса, ол міндетті түрде сол әйелге үйленемін, немесе соған барамын деген кезде, ол өзінің анасын, өзінің қарындасын, өзінің қызын соның орнына қою керек. Сол кезде барлық мәміле шешіледі. Бүкіл проблемалардың бәрі сол. Неден? Қыз да өзінің басқа кісінің орнына қоймайды, еркек те сол. Еркек ол не? Бүкіл абырой әйелдікі. Еркектің абыройы не? Келді, кетті, болды, ол түздің адамы. Ал бүкіл ауыртпашылықты,
абыройын, мансабын барлығын көтеретін әйел адам. Ол өйткені ол үйдің ошағын ұстап тұратын әйел ғой. Ал енді ойлашы енді, ол 4 баланың әртүрлі әкесі бар. Ол әйелді 4 түрлі еркектен тапқан әйелді кім алады? Мәселе адам осыны түсіну керек. Ол мен қарындастарыма айтатын уәжім. Және де жауапкершілігін сақтай алмаған бауырларыма айтатын. Аға, енді жауапкершіліктің барлығы әйелде дейсіз. Жоқ, мен әйелде деген жоқпын. Бірақ оны ақылдасу керек. Мысалы, қараңызшы мына, неке деген нәрсе бар. Жақында отырайық. Неке деген нәрсе бар. Негізі бар ғой, бізге ше осында ақыл айтатын адамдар бар ғой, ағаларым жоқтың қасы бар ғой. Мен жайдан жай барған жоқпын ғой. Қаншама достарымнан да сұрадым, ағаларымнан да сұрадым. Енді өзің қарайсың, өзің білесің, өзің өмірің деп жатады. Қарындас отыр, мен бауырым отыр. Екеуі некеге қиылып жатыр, Мына некенің 4 шарты бар. Біз енді мұсылманбыз ғой. Біз христиан емес, тағы да басқа емес, мұсылманбыз, қазақпыз. Біздің дәстүрімізде де бар. Некенің 4 шарты бар. Бірінші шарты уәлидің болуы. Яғни қыздың әкесі, не ағасы, не інісі, ешкім болмаса да нағашыларынан біреу табылуы мүмкін. Ер адам. Неге? Өйткені мына еркек келген кезде ол жауапкершілік сезіну керек. Мына жақта ер адамдар бар екен. Ақ ботаға тұрып беретін адам бар екен дегенсе, мен еркек ретінде айтам. Ол еркектің мысын басады. Ертең бір нәрсе болып қалатын болса, ботаға, ертең менің артымнан іздеп келетін адам бар екен сезіну үшін. Ол Алланың берген шариғаты. Екіншісі, ол куәгерлердің болуы. Ертең бір мәселе болған кезде, неке қиған кезде сендер болдыңдар ма деген әңгіме бар. Некенің шарты. Үшіншісі, қыздың келісімі. Төртіншісі, жігіттің алам дегені. Осы 4 шарт орындалатын болса, неке қиылады. Енді қараңыздар, Ақбота қарындасымыз, егерде өзінің болашағын жарқын болған қалайтын болса, онда ол азаматтық некеден қашып, некеге аялы былай болған кезде, ақ некеге бел буып, қасына өзінің қамқоры болған адамды шақыру керек. Неге? Шерхан деген сияқты жігіттер сәл бүйтіп қымсынып, ответственность дейді ғой, былай жауапкершілікті түсіну үшін. Сол кезде қаншама мен былай айтқан кезде мысалдар білем да, некеге келген кезде осының бүкіл бәрі ауыртпашылық былай, ол жүк қой кәдімгідей. Біреуді аманат қып сол қызды алу жүк оңай емес. Дұрыс қой. Сол кезде некеден кетіп қалған жігіттерді ол ренжімеңіз, мен өйтіп ондай шарттарға келісе алмайды екенмін. Аман болыңыз, Ақбота. Сау болыңыз кетіп қалған жігіттер. Қосылым, негізі күшті айтып жатсыз да. Мысалы, мақұл, мен қазір азаматтық некені қолдамаймын. Сонда мен анау ертең 10 әйелмен не айтамын? Сонда мен Ардағыға сөзді естіп алдым. Сонда сол жағында ұялып тұр да кішкене. Сенде 10 әйел бар ма не? 10 азаматтық некедемін ғой мендегі 10 әйеліммен. Онда сен зинақорсың ғой. Құдай сақтасын зинақормыз. Енді қалай 10 әйел? Шариғатта 4 әйелге дейін болады. Онда 5-ші, 6-шы зинақор. Мынандай нәрседі тағы да айтайын саған. Өзіңнің қызыңды біреуге 10-шы әйел болған қалайсың ба? Ары бер. Әр адам өзін-өзіне қою керек. Мен қатты айтқаным ренжіме? Халық көріп отыр ғой. Біз азамат ретінде, еркек ретінде біз соны түсінеміз. Мысалы, Абайды алайықшы, Абай жолын бәрін оқыдық. 14 жасында Абай үйленеді. 16 жасында балалы болады. Сол кезде атқа мініп қашып кетеді ауылдан ұялғаннан. Абай 34 жасқа келген кезде 4 немересі болған. Абайдың. Ал біз қазір 34 жасқа келген кезде не істеп жүрміз? Әлі 10 әйелге барып жүрген бір жезөкше еркекпіз бе, жоқ па, мәселе сода. Біз соны түсінуіміз керек. Жауапкершілік қайда? Болашақ ұрпағымыз қайда? Текті ұрпағымыз қайда? Иә, дұрыс айтасыз. Егер де текті ұрпақ болған қаласақ, азаматтық некеден алсақ болмыз. Мысалы, дұрыс қой, бағана бәрі айтып жатырмын, негізі оның бәрі қалжың аға. Одан кейін мен бір досым бар, сол осы азаматтық некеде тұрады. Қазір ұнатпай жүр да, ертең сонда оған ертең қалай болады онда бұл? Айта алмай жүр, өзінің ішкі ойын, жан дүниесін айта алмай жүр. Жігіт қызға айта алмай жүр. Жігіт қызға айта алмай жүр, бірақ бірге тұрады. Азаматтық некеде. Тұрғандарына бір. Біріншіден, еркек азаматтық некемен бір әйелмен тұратын болса, ол уақытша неке деген сияқты әңгіме ғой. Біріншіден, ол ез еркек. Ез, орысша айтқанда, тряпка. Егер де нағыз еркек болса, ол жеме-жемге келген кезде шешім қабылдай алатын еркек болу керек. Егер де осындай мәселеде ол әйел, мына жақта балаларым бар, менің аманатым деген кезде ол жеме-жемге келген кезде шешім қабылдай алады. Шешім қабылдамай ма? Яғни ол оның алдында да талай мәселелердің шешімін қабылдай алмай, мәселені шеше алмай жүрген еркек болды, мәселе сода. Ол өзі, содан өзі жеме-жемге келгенде білінетін нәрсе. Бір әйелді бақытты болмаған еркек емес дейсіз ғой, бұлай қарағанда. Енді
қараш, ол қыз деген ол үйде жүретін адам ғой, былай айтқан кезде. Еркек түзде жүреді, әйел үйде жүреді. Бірақ сол кішкентай ғана қаршадай қызды біреуден аманатқа алдың, соны бүйтіп аялап ұстай алмайтын еркек болса, несіне еркек болып жүр ме? Мен соған таңғаламын. Ол еркектігін таныту керек. Жоқ, негізі еркек деп жатырмыз, бірақ көп жағдайда енді қазір естіп жүрмін, осы әйелдер де осы жастарды ұстап алып, азаматтық некеге тұрғызып қойып, жағдайын жасап қойып, мансабын көтеріп, абырой атағын алып беріп, осындай жайттарды көп естиміз бар. Әйел еркекке ма? Иә, әйел еркекке. Байманат бір әйел болса, мүмкін солай шығар. Енді өз қызығын, ол тағы да ана тәрбиеге байланысты. Сосын ішкі мораль дейді ғой, ішкі ұстанымына байланысты. Егер де ол жас кезінен лағып жүрген әйел болатын болса, әрине ертең Альфонс сияқты еркекті тауып алады да, для себя өмір сүреді, для себя бала табады. А ол бала ертең көшеде жүрген кезде сенің әкең кім деген кезде, білмеймін, мамам осы тауып алған деген қандай абыройға. Қазір біз сондай жағдайға жеттік, сондай балалар спокойно, менің әкемді білмеймін, мамам біледі, мен өмірімде әкемді көрген жоқпын деп жай айта салады да. А ол өте қиын нәрсе, ол намысқа тиетін нәрсе болу керек. Сондай қиын жағдайға түстік, сондай балалар намыссыз екенін түсінбейді да оны. Ол ненің себебін? Бағанағы сіз айтып отқан әйелдердің де себебі. Енді көп жағдайда енді қазір карантин ғой, енді материалдық тұрғыдан енді барлығымыздың енді жағдайымыз мәз емес қой, соған қарағанда білмеймін, көп енді еркектер осындай бір неге барып жатады. Әйелдерге жаңағы не қылып, ұсыныс түсті, осылай деп айтып жатады. Егер де ұсыныс түссе, проблем жоқ, үйлене берсін. Бірақ әйелді еркек тарапта оны түсіну керек, ол не істеп жатыр. Ертең болашақ ұрпаққа туысқан бар, жора жолдас бар, соның алдында. Туысқандарына айтпай, жасырын түрде, қазіргі заманда солай болып кетті ғой, Егер де адам жасыратын болса, яғни ода бір дұрыс емес кикілжің, ұятты нәрсе жасап жатыр деген сөз ғой. Егерде ұятты нәрсе деген сөз адамның табиғатына сай емес нәрсе. Яғни одан аулақ болу керек, одан қашу керек. Қазіргі енді уақытта азаматтық некенің кесірінен қаншама балалар үй толып жатыр, өзіңіз білесіздер. Қаншама балаларды жолда, көшеде тастап кетіп жатыр. Мен сіздерге айтайын, балалар үйі мәселесінде бәрі не ғой, 10 жыл бұрын 200-ден аса бізде балалар үйі болды. 200-ден аса. Қазір 100-ге дейін. 2 есе азайды балалар үйі. Аллаға шүкір. Одан кейін 25 мыңнан аса бала болды балалар үйінде, қазір 5 мыңға да жетпейді. Яғни қазақ елінде тенденция жақсы келе жатыр. Тастанды балалар азайып келе жатыр. Бар, бірақ аз. Ең қуантарлығы қазақ ұлтынан тастанды балалар өте аз. Бар, бірақ аз. Осыны айту керек. Жақсы. Енді Ареке, Таңқар бағдарламасына өзіңіздің тілегіңізді жолдасаңыз, біздің тұрақты көрермендерге. Менің айтар тілегім бүкіл қазақ еліне, бірінші сіздерге рахмет, мен шақырғандарыңызға, Хабар телеарнасының таңғы хабарына алғаш келуім, және соңғы емес деп ойлаймын. Алла қаласа келіп жатармыз, бір тақырыптар болса. Бүкіл қазақ еліне тілерім жақсылық, мына жаман індеттен аман есен өтіп кетейік. Одан кейін, егер де өздеріңіздің қыздарыңызға, ұлдарыңызға болашағыңыз жаныңыз ашса, көп деген нәрселерге біз араласамыз да, бірақ некеге келген кезде араласпай қаламыз. Балам өз шешеді, қызым өз шешеді. Жоқ, ең бастысы болашақ ұрпақтың бұл бүкіл өмірінің бұлай тағдыры шешіліп жатқан кезде керісінше араласу керек. Мен соны тілеймін, араласыңыздар, соның үстінде, соның жанында мұрындық болыңыз, керісінше соларға жағдай жасаңыз. Мен тілерім осы.